Достар, егер де сіздер банкроттық дегенді құр ғана банкротствоға тапсырып, оны күтіп жүру деп ойласаңыздар, сіздер өте қателесесіздер. Біріншіден, банкроттыққа тапсыру үшін міндетті түрде толық анализ жүргізу керек. Яғни сіздердің кредитный историяларыңызды алып, ол жердегі төлемеу күндеріңіз қанша уақыт болды, сіздің атыңызда қандай мүліктер бар. Мысалы, соңғы 3 жылда сізде мүлік болмау керек соттан тыс банкроттыққа тапсыру үшін. Егер де мүлік болып, сіз байқамай тапсырып жіберсеңіз, онда үлкен ол жерде штраф қарастырылған, сол штрафқа ұрынып қалмаңыздар. Сонымен қатар басқа да әртүрлі қателіктер болуы мүмкін. Мысалы, ерлі-зайыптылар айырылысып кеткен жағдайда, немесе біреуі қайтыс болған жағдайда әртүрлі мәліметтер жаңағы мемлекеттік базаларда сақталып тұруы мүмкін. Соларды дұрыстап барып тапсырған дұрыс. Ондай жасамасаңыздар, онда отказ келеді.